Қолжазбаны көрсетейін. Бүгінгі мен болашақ музейге деп шақырып атқаным сіздерді сол ғой. Өйткені әкеміздің қалай жұмыс істегенін көрсетемін. Ана зерленің несі QR коды бар ма? Ана жерде қағаздың астында қарасаң, қағазда тұр, ана ненің астында, қораптың астында қағазда, бірақ кері салдырса болады. Мынау мысалы үшін жаңағы сөз еткен Көкмұнар романының қолжазбасы. Бұны да сіздерге көрсетейін, мына жаққа соға қойып. Бұл жерде жазушының қалай жұмыс істейтінін байқауға болады. Мінекей астынан жүреміз. Мінекей мынау алдымен көкем Қаралай дейді. Қаралай жазған Көкмұнар 5 май 16 ноябрь 1971 жыл. Кино варианты бар, да? Мен Көкмұнар ол кезде повесть деп бастаған. Соң әкемнің жазу стилі осындай, мына жиегінен қалдырып отырады. Тігуге. Өйткені жоқ төгуге емес. Компьютерлік не сияқты ғой? Интервал. Интервал. Сол екен, қосатын жерлері болады, түзейтін жерлері болады, соған арнап өзі солай қалыптасып қалған. Сия, да? Иә, сондай осылай жазады өзі. Сиямен жазған кез бар. Сиямен айтқан сол, сиямен жазады, қаламышпен жазады, өзінің қаламыш оқушы кезінен қалыптасқан әдеті. Бертінге дейін көркем әдебиет жазған кезде тек қана сиямен қаламышпен жазған. Одан кейін Қаралай бітіргеннен кейін міндетті түрде көшіретін болған. Ақтай дейді. Енді осы черновик, чистовик деп мектепте сөйтуші едік қой, советтің мектебінде. Сол сияқты Қаралай, мынау Тазадай, Ақтай. Бұл 17 ноябрь мен 27 декабрь арасында жазылған Көкмұнар. 71, бәрі сол 71 жыл. Енді бұл жерде қарасаңыздар, бұл Көкмұнар роман деп уже жазылған, роман деп көрсетілген. Бұл енді Тазадай болғанмен бәрібір бұл жерде түзетіліп отырады. Бірақ көкемнің айтқан сөзі бар, менде бір видеосы да бар, айтатын, мен жазғаннан кейін негізі 95% дайын. Көп нәрсе түзетілмейді. Қысқармайды, басқа да тек қана сөздік, стильдік тұрғыда ғана өзгерістер болады. Ал енді шығарманың сюжетінде, енді басқадай жүгінде ол өзгерістер болмайды деп. Өйткені жазғанның өзінде кемеліне жетеді деп. Тек қана ары қарай кейбір тұстарын